Жапон тағамдары жапондардың ұлттық тағамдары. Бұл табиғи минималды өңделген өнімдерге, теңіз өнімдерін кеңінен қолдануға, маусымдық сипаттамаларға, тағамдарға, ыдыс-аяқтарды қызмет көрсетуге, дастарханға етекені ерекше ережелермен ерекшеленеді. Тамақтанудың классикалық формасы күріш, сорпа және бірнеше түйір тағамы. Балық әдетте грилде немесе қайнатылған, тұздалған көкөністер мен көкөністер барлық осы ыдыс-аяқтар кішкентай ыдыста беріледі. Сол жерден олар таяқшалармен жейді. Ең танымал хош иісті заттар соя соусы және васаби. Жапон тағамдарын анықтайтын нәрсе туралы көптеген пікірлер бар. Өйткені соңғы ғасырларда жапондардың күнделікті тағамы күрт өзгергендіктен, Жапонияда 21 ғасырдан, яғни 20 ғасырда басында немесе одан да көп тағамдар пайда болды. Мысалы, раменнің ұлттық жапон тағамы. Бұл жапон тағамдарының негізгі ингредиенті және Жапонияда тамақтану негізі жапон тілінде коухан, қайталанатын күріш сөзі, орысша нан сияқты белгілі бір тағамдың өнімді және сонымен бірге жалпы тағамды да білдіреді. Суши тарихы оңтүстік Азиядан басталады. Онда пісірілген күріш балықты дайындау және сақтау үшін пайдалана бастады. Тазартылып кішкене кесектерге кесілген балық тұзға себіліп, күрішпен араластырылады. Содан кейін одан тас пресс астында қойылып, бірнеше аптадан кейін қақпақпен алмастырады. 2006 жылы Жапония үкіметі жалған жапондық мейрамханамен типіндегі мемлекеттердің дәстүрлі ережелері мен Жапонияның аспаздық мәдениеті қабылдаудан тыс жерлерде суши дайындап жатқанына алаңдаушылық білдірді. Жанжал япониялық ауыл шаруашылығының министрі америкалық құрама штаттардың мейрамханасына келіп жеткізілді. 80-ші жылдардың басынан бастап әлемде жер бетіндегі танымалдылық өсіп келе жатқан жағымсыз жағы бұл балықтардың жекелеген түрлеріне сұранысты күрт артуы нәтижесінде олардың қорларының таусылуы. Мұның жарқын мысалы блюфинді тунец, оның етін суши мен сашими жасау үшін мейрамханаларда тегілік тұтынады. Бақылаусыз балық аулау жоғары бағалар мен жоғары сұранысқа негізделген. Оның 40% жапон базарларында тиесілі. Көгілдір тунецтің қорын едәуір бұзып осы түрге қауіп төндірді. Достар, осы видео аяқталды. Егер видео сізге ұнаған болса, онда міндетті түрде арнаға жазылыңыз және лайк басыңыз. Сау болыңыздар.